алейкум, сайғылы телесерджілер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова Чалышан бешімдікі саатқа бойлы мәлімат. Қырым-татар жематчылары инсан ақларының қорчалануы бойынша Авропа тешкілетларына мұражат етежеклер. Бұның себебі Айдар ве аскер батальонларының жинайтчылары Херсон вилаятында ерлі сакинлеріне ұжым еткенлері ыдар. Тәфсілетлі жабызы мақсус репортажымызда. Идманлар үшін ең яқшы ер. Алуштада Крымский адлы федераль спорт мерkezінде Юнан Рома күреші бойынша Русия генчлерінің жима тақымы идманларыны кечере. Бұл ведегер хаберлер ақта бізім яйынымызда сер етініз. Бұл сене федераль мақсатлы программасының керегі шекілде бежерілмегені үшін девлет қызметшілері іштен бошатыла білейлер. Бұақта бүгін Сергей Аксенов іш топлашывы чертевесінде білдірді. Қырым ел басшысы қайдеткеніне көре ФЦП паралары масраф етілмесе, бұл алме мұрнын іштен бошатылмасына себеп ола біле. Оның айтқанына көре ішні тоқтатқан чоқысы меселеріні чезмек үшін тек үш күн керек. Назирлер ве вице-премьерлер қиынлықларыны аль етіп оламасалар, Аксенов шахсен ярдым етмеге азыр. Коллеги, прошу вас, давайте мы соберемся и все-таки поработаем на репутацию. Я ваш союзник и буду каждого из вас готов персонально помогать, подсказывать, там никто без помощи брошен не будет. Ахмеджет шер мемуриеті елбасшысының вазифелеріні вақтын жа Наталья Маленко еда етежек. Бұл қарарны шер шурасының мебуслары алды. Ондан да башқа Ахмеджет парламентінің векілері Қырым пайтақтының мемуриет башы Игорь Лукашевның истифасыны да қабыл еттілер. Жума күні Назирлер шурасында кечірілген топлашув кетішатында Сергей Аксенов Игорь Лукашевның вазифесінден бошатылмасы ақта ариза язғаныны хабер етті. Қатырлатамыз, бұл вазифеде о 2017 сенесінден чалышайды. Киевде ноябрьнің 12-сінде құрылтай конференциясы кечті. Бұл тетбірнің кечірі вақта кеніш шекілде хабер етіледі, ама оның кетішатында тек 76 инсан іштірак етті. Оларның чоқысы Украинаның жемиет сияси ырбапларыдыр. Қырымдаки eyet векілері бұл топлашуға қимет кесмеділер. Конференция іштіракчілерінің эсас вазифесі құрылтай делегатларының вазифелеріні белі олмаған вақытқа қадар девам етмелерін дейді. Ичтимаяғларда бұл қарар кеніш музакері етілі бөлелік Нентифу Гафаров ве Шевкет Мустафаев кібі жематчыларының сайфелерінде топлашуғының мақсадлары ве вазифелері ақта сөз юрсетілді. Продление полномочий делегатов – не что иное, как пример политики узурпации власти для решения своих задач. Участники конференции решили также продолжать бесперспективное вымаливание у Порошенко автономии. С 2014 года обещания предоставить крымско-татарскую автономию не прекращаются. Но идея никак не находит своего воплощения. Это доказательство того, что крымско-татарский вопрос всегда для Украины был лишь поводом для политических спекуляций. Примечательно, что так называемая конференция Курултая практически была приурочена ко дню рождения Джемилева, очевидно, с целью обеспечения максимальной явки. Но даже этого добиться не удалось. Сегодня, как и все предыдущие годы, вся политическая и культурная повестка промеджлисовских сил строится вокруг культа личности Мустафы Джемилева. Қырым-татар жематчылары инсан құқықлары қорчалануы бойынша Авропа тешкілетларына мұражат етмеге істейлер. Бұның себебі де аскер ве Айдар батальонларының арбиджілері Қырым бірлігі жемат тешкілеті рейсінің өмір арқадашына ұжым еткенлері елі бағлы. Тешкілетінің рейсмуавіні берген мәліматқа көре Боле Йолнин Ленур Ислямов Надия Неметулаеваның бизнесінден елі файскелеріні чекіп алмаға істей. Тәфсілетлі жабызым левхамызда. Бұл 90-шы сенелерінің кадрлары дәгіл бұземаневей Украина. Қанусыз селялы аскер ве Айдар аскерлері ачы қайдың шекілді 65 яшлы қадынға қаршы террористик әрекетлер япалар. Бұл Қырым бірлігі тәшкілаты лидерінің омур арқадашы Надия Неметулаева. Чоңгар адлы кой хожалық мөссене селялы адамлар бандасы сүріп кірді. Олар хадимлеріні қорқуздылар ве мүлтінің бір парчасыны дармадағын әттілер. Бұндан сон өзлері бинада ерлештілер. Шымдекі вақыт бұл структура блок әтілді ве чалышмай. Бұл іште куратор Олған ве шахсен өзі үштірак әткен АТР телеканалының сайбы ве Қырымда қамачав тәшкіл әткенлерінден бірі Ленур Ислямовдар. Он к моей матери уже в разов 5-6 приезжал с этим своим батальоном и рассказывал, что, вы знаете, по-нормальному освободите здесь территорию, потому что, оказывается, он великий пострадалец. То есть он первый кричал:
мы должны работать в российской власти. И как увидели его мошеннические схемы, его сняли с должности вице-премьера, он сразу же собрал манатки и побежал в Украину. У меня супруга через него трусится, больная, все. Я обращаюсь, если есть там власть, СБУ, полиция, закон, президент, покажите, что Украина сегодня демократическое государство. Бузиманеви Украинада кеткете дарқалған рэкет одиссесінің йөнелешлерінден бірідір. Олар Моиссенің келерінден 50%-ны талап етелер. Насыл олды да демократик кыбы корунген мемлекетте девлеттен тыш силялы отрядлар бүтін тижари структураларыны зап етелер. Олар вақыт бергелеріні төлейлер ве Украина канунлары или ичбір меселелері йоқ, я ақ нормалары не ерді. Олар чалышалармы йоқмы? Полис ве незарет еткен орган қайда бақалар. Бұл Украина девлетінің силялы жинаятчилігі огунде күчі олмағанының нүмінесідір. Вот он, когда наших детей, наших братьев призывает приходить к нему на блокаду, браться за автоматы и говорит, идемте освобождать Крым, и он оказывается сожалеет, что в 2014 году не пролилась крымско-татарская кровь. Он в этот момент, пускай рядом с собой сыновей своих садит, своих племянников, не те сыновья, которые в Америке учатся в Гарвардах. Если ты смелый первый, подойди к границе и скажи, я пришел, я иду освобождать Крым. Только от кого? Неметулаевлар қорандасына қол тұтмақ үшін Ахмешітте первасыз қалмағанлар топландылар. Олар Ленур Ислямовны өз ватандашы деп саймағанлары ақта фікірлеріні білдірділер. Чүнки 65 яшлы қадыны қинаған, бұл қадының юрегіне 5 кере амелият етілген еді ве бұйық пара талап еткен адамның Крым татар деп адламақ мүмкін дегілдір. Как можно прийти домой и забрать чье-то? Нас учили мамы и папы с самого раннего детства, что чужое нельзя брать. Мы крымско-татарский народ, и нас этому учили. Прежде всего, он не крымский татарин. Но что самое страшное, они везде кричат, что они полностью представляют крымско-татарский народ. Нет, это неправда. Понимаете, да? Крымско-татарский народ у себя на родине, здесь мы. Украина мемлекет оларақ эпосы халқара мейданларда Крымда Крым татарлар хорланғанлары ақта қычыра. Ама бұл мисалды әркес тамам Украинада Крым татарлар тақып етілгенлері ве репрессияға оғратылғанларыны көре. Әмді селялы бандитлер өзлеріні сербес дуялар, чүнки полислер оларының ішлеріні ичде кірішмейлер. Мустафая да, Рифат Чубарова да, Ленура да başkalarına da. Esinizi toplanız. Ne hakkınız var halkın çalışkan yerine, halkın malına uzanıp ondan zengin olacaksın. Reket olduğunu yoktan bu Lenur'ende. Украинада өз ватандашларымызның менфаатларыны сынырламақ, енді Ленур Ислямовның қанунсыз силялы ордысы бежерген аняневи иш олай ата. Хатырлатамыз, кешкен сене Херсон вилаятында өз наразылықларны ташыйчылар білдірген еді. О вақыт олар АТР телеканалының сайбы оларны бегенмегені себебінден тижари фаалиет алып бармаға имканлары олмағанларыны ақта доғрудан-доғру айтқан еділер. Хотим сделать заявление о нападках со стороны меджилисовца Изета Гданова на наш район. Мы устали от постоянного прессинга, они не дают нам просто здесь выживать. Превратили наш район в какую-то монополию. Хотят отобрать последний кусочек хлеба. По указу Ленура Ислямова прибыл в наше ПГТ, дабы установить здесь свои рейсовые автобусы. Сегодня мы вообще не можем говорить ни о какой демократии в Украине, особенно в отношении тех активистов, тех людей, которые наедине вместе со своим народом продолжают жить и бороться за его светлое будущее. Сегодня нельзя говорить ни о свободе слова, нельзя говорить о добрых пожеланиях тех людей, которые считали себя лидерами нашего народа и долгое время фактически заводили его в тупик. Рустем Неметулаев қайдеткеніне көре Ленур Ислямов Украинада өз ватандашларыны қинаған вақыт Ислямовның туғанлары Крымда тынчылық, барышықта ве бүтінлей қапсызлықта яшайлар. Вот когда товарищ Ислямов, в кавычках, везде пытается показать, что он очень потерпевший и беженец из Крыма, я приведу пример, не хотелось бы трогать. Его родная сестра здесь работает главврачом. Его зять работает в университете, там, замдекан или кто он проект. Я не отслежу. Его племянники, его родители, все здесь живут спокойно. Никто их не трогает, и дай Аллах, пускай всю жизнь живут, это наша Родина. Я к чему это говорю? Он пускай всему миру не рассказывает,
что он пострадалец. Я еще раз говорю, это человек не пострадалец, это человек-мошенник. Он всегда ходит там, где есть деньги. Все, основная цель – это деньги. Энди Кырым-татар жемаатчылары Украина президенті Петр Порошенко адына эмди инсан акукуклары боюнча Авропанын эпосы тешкилатларына муражаат этежеклер. Бу эм ООН, эмде ОБСЕ. Гарыпта билмек кереклер. Бүгүн демократия ве сөз сербестлиги акталлап юрсеткенлер өзлери башка ноктой назарда олган инсанларнын акларыны бозалар. Ялта шерінің махкемесі Юнус Машариповға 4 ел колония пысыве 110 bin рублей жөреме жазасыны тайынледі. Елі 4 яшлы Қырымсакена Ялтада урман яқмаға планлаштырған екен. Бұл ішні регионда ичтимай сияси вазиетні бозмақ мақсады елі япаджа құлған. Тақиқат қайдеткеніне көре, Машарипов өз қолынен екі патлақ тертібатыны ясаған ве ариан дайынларында оларны сақлаған. Бұндан да ғайры өте төнлі бар от сатып алған ве өз гаражында сақлы тұтқан. Какие запрещенные предметы здесь есть? Предметы, изъятые из оборота. Надо в подвал спуститься. А что там в подвале? Ну, что-то из этих. Что вы говорите конкретно? Взрывчатых веществ. В подвале? Да. Ну как называется? Ну, это... Ну что? Это зажигательные смеси. Канунсыз балық тұтылығы палыға түшечек. Русияде ноябрьнің 17-сінден балықчы браконьерлер үшін яны пара жазалары тәнленежек. Фиятлар бір қач кереге артажақ. Эндіден қанунсыз тұтылған балықның фияты өлчучексіне бақмадан пекітележек. Бөлеже қанунсыз тұтылған бір белуға үшін 206 bin рубледен зияде төлеме керек олажақ. Юнус балығы 5,5 bin рублеге түшечек, еле қалқан 3,5 binні тұтажақ. Әрбір қанунсыз авланған креветка үшін есе 47 рубле жөреме төлемек керек олажақ. Бүгін Исмаил Гаспринский адына китапханесінде профессор, химия әлімлер докторы Сабри Зидиновны қатырладылар. Белі әлімнің 85 елығына бағышлап китапханенің қадимлері қатырақ шамны тешкіл еттілер. Бұтын дүнияға белі олған химияжы Русия әлімлер академиясында ве Кембридж университетінде академлігіні қазанды. Венгрия, Швеция ве Финляндияда әлімлер академияларының шерефлі азасы олды. Ойлеге яқын кешфиятның мөйлефі олды. Бұл кешфиятларының бір қачы Сабри Зидиновның адыны ташы. Ондан да башқа әлім Қырым-татар медениетін кешафына бұйық есе қошты. Он мечтал возродить культуру своей нации. Ось миллетінің медениетіні ғайрыдан тіклемеге арзу еті еді. Ана ватаныны Қырымны пек севе еді. Китапханенің библиографик бөлігі әлім ақында фондлардан олған эпосы малюматларны топлап библиографик луғатны басып шығарды. Өз мақсадын айрышмек ве Русияның біріншілігіне азырланмақ. Алуштада Крымский адлы федераль спортив мерkezінде Юнан-Рома күреші бойынша Русия генчлерінің жима тақымы идман кечере. Мемлекетінің чешіт регионларından келген 60-тан зияде спортчы ғалибе ұғырында күрешелер. Мевзуны мұхберлеріміз девам етежеклер. Өз күчлерінде эминлер. Рух жеттен қави ве чешіт ағырлықларға азырлар. Бұл салонда 60-қа яқын спортчы идман кечере. Олар Юнан-Рома услюбиетінде күрешелер. Әрбір чифтің өз идманжысы бар. О бүтін чықыш күрешлеріні ве идманлар жеряныны өзі белгілей. Мы хотим, чтобы у нас в каждом весе, что на первенство Европы, на первенство были только одни чемпионы. Мы признаем принцип золотые медали. Егис аға қардаш Александр ве Владислав Васильковскийлер Челябинск вилаетінден келділер. Егитлер 6 жылдан берлі Юнан-Рома күрешінен оғрашалар. Келечекте дүния чемпионатында чықышта бұлынмаға ве атты олимпик алтынını қазанмаға ниет етелер. Борьба развивает мужские качества, силу воли, характер. Этот спорт развивает не только физически, но и умственно. Мы тут не только боремся, мы играем в футбол, баскетбол, в разные игры. И как бы общее развитие. Эки hafta devamında күрешчілер ciddi idmanlar keçirdiler. Cima tedbirler bu vakit büyük iş, büyük tecrübeler. Ustalık tamam böyle şarayette mükemmelleşe. Kırım Rusya Federasyasının terkibine kirgen son Yunan-Roma күреші boyunca cima takımı öz hazırlıklarını yarım adamızda geçirip başladı. Aluşta şehrinde hem iklim kelişi hem de şarayit var. Sportçılar olimpik çempionu olmak için onların fırsatları da birkaç kerege artkanında eminler. Мухаммед Зикиряев, Айша Шулакова, Иван Евдокимов, Миллет Ичун. Шымдылек бұл малюматларының епысы еді. Саат 20 секележе қаберлер программасының қачырманыз. Көрішмек үзіре сағлықнен қалыныз.